Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Сұрақ: тырнақты 40 күнге жеткізбей алу керек пе? Егер ол асып кетсе, үкімі не болмақ? Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тырнақ алуды тазалыққа қатысты 5 сүннеттің бірі ретінде атап көрсеткен. Оны аптасына 1 рет алу абзал, ал 40 күннен асыру макрух. Ол жөнінде Анас радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге тырнақ алуды, мұртты қысқартуды, қолтық төгін жұлып, әурет төгін қыруды 40 күннен асырмауға бұйырған деген риуаят келтірген. Бұған қатысты Ханафи мазхабының көрнекті кітаптарының бірі Раддул Мухтарда абзалы аптасына 1 рет тырнақ алу, мұртты қысқарту, әурет төгін қыру және денені жуу керек. Болмаса бұларды 15 күнде бір қайталайды. Ал оларды 40 күннен асыра тастауға жол берілмейді. Өйткені олар жазаға лайық болады делінген. Сондықтан да тырнақты аптасына 1 рет алу мустахаб, ал оны 40 күннен асыру макрух тахрима, яғни харамға жақын макрух саналады. Ассаллаху тағала фарқатқи Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби хаджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.